Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2 сынып 93 сабақ. Сабақтың тақырыбы жалпы есім мен жалпы есім. Сабақты бастамас бұрын каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 36 жаттығу. Берілген суреттер бойынша Алдаркөсе туралы әңгімелеп көр. Бір күні Алдаркөсе есегімен жәрмеңкеден ауыл тұрғындары үшін базарлық әкеле жатты. Оны көрген ұры Алдаркөсені алдап, базарлықтарын ұрлап алады. Алдаркөсе өзінің алданғанын біліп, не істерін білмей, ақылға салып ойлана бастайды. Бір кезде жолдан құдықты көреді. Сол құдыққа төмен қарап айғайлай бастайды. Оны көрген ұры: не болды Алдар, базарлықтарынан айырылған соң құдыққа түсіп өлейін дедім бе дейді. Алдаркөсе: жоқ, мойнымда гауһар тас алқам бар еді. Сол мына құдықтың ішіне түсіп кетіп, қалай аларымды білмей тұрмын дейді. Ұры гауһар тас деген сөзді естіген соң, мен алып берейін деп құдықтың ішіне түседі. Құдықтың іші салқын, суы мұздай екен. Ол қайттан шыға алмай құдықтан: Алдар, маған көмектесші шығуға, мұнда гауһар тасын жоқ қой, қалай шығамын мен енді деп айғайлай бастайды. Алдаркөсе: жоқ, шығармаймын, ең бірінші маған базарлықтарды қайтар дейді. Ұры базарлықтары қайда екенін айтып береді. Бірінші Алдаркөсе өзінің базарлықтарын алып келеді және ауыл тұрғындарына апарады. Одан кейін ауыл тұрғындарын шақырып құдыққа әкеледі. Міне, мен ұрыны ұстап алдым. Ұры осы құдықтың ішінде менің базарлықтарымды ұрлап алған еді. Ал мен оны алдап, құдықтың ішіне түсіріп, базарлықтарымды қайтарып сендерге апарып бердім дейді. Осылайша Алдаркөсе өзінің тапқырлығымен және ақылдылығымен өзінің базарлықтарын қайтарып алады. Алдаркөсе өзінің заттарын ұрыдан қалай қайтарып алды? Алдаркөсе өзінің тапқырлығымен, ақылдылығымен ұрыдан заттарын қайтарып алады. Алдаркөсе сөзінің жалқы есім екенін дәлелде. Алдаркөсе жалқы есім, себебі адамның аты. Сол себепті бас әріппен жазылады. 37 жаттығу. Берілген тірек сөздермен Алдаркөсені сипаттап жаз. Алдаркөсе тапқыр, ақылды, қу. Ол қулығының арқасында талай байлар мен ұрыларды алдап соқты. 38 жаттығу. Сөздердің қатесін түзеп, сөйлемдерді көшіріп жаз. Қожанасыр мен Алдаркөсе кездесті. Бұл жердегі қате Алдаркөсе кішкентай әріппен жазып қойыпты, біз соны үлкен әріппен жазамыз. Келесі: олар ыстық көлге келді. Ыстық көлге дегенді бас әріппен жазамыз. Енді бұл жердегі жалқы есімдердің астын сыз дейді. Жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Яғни Қожанасыр, Алдаркөсе және ыстық көл, осы үшеуі жалқы есім болып табылады. 39 жаттығу. Сызбаға қарап жалпы есім мен жалқы есім туралы өзің қорытынды жаса. Жалпы есімдер зат есімдердің ортақ жалпы атауы. Батыр, тұлпар деген жалпы атаулар. Енді осы жалпы зат есімдердің жеке өздеріне ғана тән атаулары болады. Олар жалқы есімдер деп аталады. Қобыланды, Алпамыс, Ертарғын, Құлагер, Тайбурыл, Байшұбар, Құлагер дегендер жеке дара қойылған есімдер. 40 жаттығу. Жер су аттарын қатыстырып, менің ауылымда немесе менің қаламда тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Яғни сендер біреулерін ауылда тұрасыңдар, кейбіреулерін қалада тұрасыңдар. Енді ауылда тұратындарыңыз былай жазасыңдар: менің ауылымда деген тақырып қоясыздар, сосын менің ауылым, яғни ауылдарыңыздың атын бас әріппен жазасыздар. Одан кейін біздің ауылымыз қай облыста, сол облыстың атын бас әріппен жазасыздар. Облысында орналасқан, оның табиғаты өте әдемі. Өзен атауын жазасыздар. Ауылдарыңызда бар болса, бас әріппен жазасыздар. Оны да өзені мен биік таулары бар. Біздің ауылдан шыққан атақты адамдар, яғни ауылымыздан шыққан атақты адамдарды бас әріппен жазып шығасыздар. Менің қаламда, менің қалам, яғни қалаңыздың атауын бас әріппен жазасыздар. Ол облыс атауын жазасыздар бас әріппен, облысында орналасқан. Оның көшелері өте әдемі. Қаламыздың ортасынан, яғни өзеннің атын бас әріппен жазасыздар. Өзені ағып өтеді. Менің қалам Қазақстанның ірі қалаларының бірі болғанына мақтанамын деп жазсаңдар болады.